конституциялық реформа жөніндегі комиссияға мүше қылып, президенттің мобилографын Әділ Балтабаевты мүше қылыпты. Негізі бұл комиссияның ішіне заңгерлер, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, қоғамның ішіндегі мәселеге араласып жүрген адамдар, заңға қатысты тұлғалар комиссияның мүшесі болу керек еді. Мысалы, Әділет хан сияқты, Мейірман сияқты кісілер қазір елдің алғысын алып жүр, елдің ортасында жүр деген сияқты. Қаншама мықты саясаттанушылар, құқықтанушылар, заңгерлер бар. Бірақ адам жоқтай мобилологты, журналистті кіргізіп қойыпты. Енді бұл қаншалықты дұрыс? Достар, мынандай сыбыс бар, яғни құрылтайға сайлау осы 2026 жылдың шілде айында басталуы мүмкін деген. Егер біз заңгерлер партиясын құрып, сіздерден қолдау күтсек, қолдайсыздар ма? Өйткені құрылтайға заңгерлер бару керек, заңды түсу керек. Міне бүгін алғашқы 3 мүшесі қол алысып тұр. Қолдаймыз.